Қазақстан Республикасының Әбілхан Қастеев атындағы мемлекеттік өнер мұражайында Қазақстан суретшілер одағының мүшесі Қадыржан Хайруллиннің көрмесі ашылды. Горизонт событий деп аталатын көрмеге қылқалам шеберлерінің 1989 жылдан бері жазылған 40 шақты көркем сурет туындысы қойылыпты. Суретші қиын кездердің өзінде де осы еңбектерінің бәрін шашау шығармай сақтапты. Әртүрлі ағымдарға бой ұрып, түрлі көркемдік тәсілдерге иек арту кез келген суретшіге тән нәрсе. Мәселен, жас кезімде маған ашық түсті бояулармен жұмыс істеу ұнайтын. Жылдар өте келе бұдан бас тарттым. Картиналарымдағы бояулар бұрынғыдай көзге ұрып тұрмайтын болды. Мен түстің қасиетін сезіне бастадым. Жыл өткен сайын шығарма арқылы айтылар ойдың тереңдігіне назар аударатын болдым. Картина күңгірт тіпті бір түсті бояумен салынуы мүмкін. Бірақ ең бастысы көркем туынды терең ойға, қат-қабат сезімге құрылуы керек. Қадыржан Хайруллин көптеген жұмыстарында орталық Азия өрнектері мен заманауи Европа стилистикасын ұштастыра біледі. Ол картина ішіндегі картина әдісін қолданып, туындысын көлем жағынан да, мазмұн жағынан да кеңейтіп, тереңдете түседі. Оны өз елімізде де, шетелдерде де жоғары бағалайды. Өйткені картиналарын реалистік, фотореалистік стильде жазатын суретші нағыз абстракцияға да оп-оңай ауысып кете алады. Мұндайда композицияның өзегі сызық, дақ, нүкте және бедерлі өрнектер картинаның негізгі элементіне айналады. Хайруллин шығармашылығының тақырыбы саналуан. Мұнда абстрактілі әсем өрнектер өткерген, әрі алуан сезім күйлерін бейнелейтін, көрерменді философиялық ойларға жетелейтін туындылар. Көрме қарашаның соңына дейін созылады.